Қысқы уақытта өтімді болатын қосымша тағамдардың бірі квашеный капустаны жасап үйрететін боламын. Өте дәмді болады, және де бұл дайын болған кезде қалай жеу керек сонысына дейін айтамын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыз. Ең алдымен капустаны осылай барынша жұқалап турап аламыз. Негізі капустаны арнайы қырқатын терка бар, содан өткізсеңіздер де болады. Біз кәдімгідей қолмен турадық. Өздеріңізге қажетті мөлшерде алсаңыздар болады. Енді үстіне көбірек тұз саламыз. Тұзды кәдімгі капустаға қарағанда көбірек салып, біраз езу керек. Қатты осылай капуста мен тұзы жақсылап араласқанша дұрыстап еземіз. Бұл кейіннен бұған өзіне қажетті сәбіз туралап аламыз. Сәбізді көп қылып жіберудің қажеті жоқ, өйткені көп қылсаңыз капустаның түсі сап-сары болып кетуі мүмкін. Негізі бұл капустаға сәл өң беріп тұру үшін қосылады сәбіз үнемі. Қатты көп қосуға да болмайды, қатты аз қосуға болмайды. Осыны қосып екеуін бірге жақсылап араластырып жібереміз. Үстіне лавровый лист қосамыз, және де оны қоспасаңыздар да болады. Біз кішкене сәл дайын болсын деп осылай қосып қойдық. Негізі дайын болуы өте оңай. Бұның дәл осылай араластырып 2 литрлік немесе 3 литрлік банкіге салып қоятын боламыз. Барынша нығыздап салу керек. Осы видеода қайтып көрсеттім, қаншалықты нығыздалуы керек екенін. Барынша нығыздап бетін жауып қоясыздар. Негізі өте көп қылып жасап, салқын жерге қойып қойсаңыз ештеңе қылмай тұра береді. Ал үйіңізде көп адам жемейтін болса, аз ғана өзіңізге ыңғайлығы бір ғана капустадан жасасаңыздар да болады. Барынша нығыздап салып осылай басып қоямыз. Қыздар, қысқа арналған кәдімгі сәлт етілген капустандар рецептер бар менің арнамда. Сол үшін арнама тіркеліп алыңыздар. Қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Енді осыны до конца бірін қатты нығыздап қойған кейін ортасына әр күні осылай ауа кіргізіп тұрамыз. Астына міндетті түрде тарелка қойыңыздар, өйткені мен көріп тұрсыздар, өте суы шығып кеткен. Осылай суы шығатын болады. Ортасына ауа кіргізіп, бір 2 күн бөлме температурасында сақтап, одан кейін бетін жауып, холодильникке немесе мұздай жерге қойып жей бересіздер. Жеген кезде қыздар, мен сіздерге айтайын, осындай ыдысқа пияз салып, пиязға кішкене ақмай құйып, ақмай мен пиязды өлтіріп аласыздар да, үстіне квашеный капустаны араластырып жесеңіздер, өте дәмді болып, басқаша ерекше болады. Осылай жеп көріңіздер қыздар. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз, және де осылай жасап жатқан болсаңыз, менің рецептерім ұнап жатқан болса, міндетті түрде комментарияда өз пікірлеріңізді білдіріп кетулеріңізді сұраймын қыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер.